Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Балнұр. Бүгін жылқы малын, қарын, қарта шектерін бірге тазалайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер болады. Келесі жолы шыққан видеомды бірінші болып көре алатын боласыздар. Достар, сіздер жақта шек қарынды қалай тазалайды, қандай әдіспен тазалайды, оны да төмендегі комментария бөліміне қалдыра кетсеңіздер болады. Достар, негізі жылқы малы таза болып келгендіктен сиыр, қой, шек қарын тазалауға қарағанда әлде қайда оңайырақ болып келеді. Мінекей осылайша қартаны теріс айналдырып, ішкі жақ бетін, сыртқы жақ бетін жақсылап салқын суда тазалап алатын боламын. Негізі салқын суда жуу өте пайдалы, себебі артық иістерді барлығын жақсылап алатын болады. Осылайша қартадан кейін ішектерін жақсылап айналдырып, қолдың көмегімен немесе таяқтың көмегімен айналдырсаңыздар болады. Маған қолдың көмегімен айналдырған ыңғайлы, сол себепті барлығын жақсылап айналдырып, екі жақ бетінде салқын суда жуып алатын боламын. Мінекей осылайша барлығын айналдырып, жақсылап тазалап алатын боламын. Қарынын да тазалау қиынға соқпайды. Тек салқын суда қолдың көмегімен артық бездері болса алып тастаймыз. Ішкі жақ бетін, сыртқы жақ бетін жақсылап айналдырып жуып алатын боламыз. Майлардың арасында жақсылап қараймыз, бездер де болуы мүмкін. Достар, салқын суда жуған өте пайдалы, және де тұзбен жусаңыздар барлық иістерін алып түседі. Қазір мен осылай жақсылап бірінші судың көмегімен жуып, содан кейін тұзды салып, барынша жақсылап жуып алатын боламын. Тұзды қанша салсаңыздар да ешқандай артықтығы болмайды. Мінекей осылайша майлардың да арасын жақсылап жуып алдым. Біршама тұз салып, жақсылап араластырып, салқын суда 10-15 минутқа қойып қоятын боламын. Мінекей 15 минут өткеннен кейін барлығын жақсылап тұзды суға батырып, қолдың көмегімен жуып алып, ішектердің ішкі жақ бетін айналдырып, тұзды суға салып алатын боламын. Достар, сіздер жақта қалай тазалайды, оны да әдістерін жаза кетіңіздер. Өз пікірлерімен бөлісе кетіңіздер. Мінекей осылайша тұзды судағы қарын, қарта ішектерді жақсылап жуып алып, екінші қайтара тағы да тұз сеуіп жақсылап жуып алатын боламын. Тұздың пайдасы өте көп, ешқандай иісті қалдырмайды, барлығын тұз алып түседі. Мен тек осы әдіспен ғана, салқын сумен тек тұзбен ғана бірыңғай тазалап жүрмін. Ешқандай иісі қалмайды. Мінекей соңғы жуған тұзды суымыз да тап-таза болып шықты. Достар, сіздер де су тазарғанша әбден жақсылап жуып,
неше қайтара жусаңыздар да артықтық болмайды. Осылайша міне барлығын қартаны да ішектерді де жақсылап айналдырып, соңғы суда қаз айналдыруға дайындап, осылайша жуып алатын боламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер де бірінші рет тазалап жатқан болсаңыздар, соңына дейін көріңіздер. Ал егер бұрыннан тазалап келе жатқан болсаңыздар, тағы да оңай әдістері болса, комментария бөліміне қалдыра кетіңіздер. Неке осылайша ішекті айналдырып, соңғы таза суға жуып алатын боламын. Достар, видеом ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Әбден тұзды суға жуып, барлығын жақсылап тазалап алдым. Қанша салсаңыздар да ешқандай артықтық болмайды. Осындай тап-таза суда барлығын жақсылап қолдың көмегімен осылайша жуып алдым. Мінекей достар, барлығын жақсылап жуып, таза суға салып алдым. Мінекей достар, барлығы дайын болды. Енді қаз айналдыруға да болады. Достар, арнамда сонымен қатар қаз айналдыру, еттерді бөлу, тұздау, жіліктеу, сонымен қатар басқа да тәтті тағамдарды әзірлеу барлығы арнамда бар. YouTube каналыма тіркеліп, поискке Құптілеуова Балнұр десеңіздер, барлығы шығады. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.